Асқақ Алатаудың баурайы алма мен қызғалдақтың тарихи отаны. Қарапайым, бірақ бүкіл әлем үшін өзіндік мән маңызы зор бұл өсімдіктер осы жерде бір жарып, жер жүзіне таралған. Қазақстан қазірде әлемдегі алма атаулының арғатасы Сиверс алмасының отаны саналады. Ол Қазақстан аумағындағы Іле Алатау баурайынан Ұлы Жібек жолының көне бағыт арқылы алғашқыда жерорта теңізіне, кейіннен бүкіл әлемге таралған. Қазақстан аумағындағы Шу Іле тауларының етегінен әлі күнге дейін жергілікті өсімдіктер әлемнің жауһары саналатын регил қызғалдақтарын бастапқы күйінде кездестіруге болады. Бұл әсем өсімдіктер біздің жерімізде Тянь-Шань тауларының етегі мен шөлейт даланың түйісер тұсында пайда болған. Бүгінде жер жүзінде қызғалдақтың 3000-нан астам түрі бар. Олардың басым көпшілігі біздің дала қызғалдағының ұрпағы.